Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. 2014 жыл қаңтардың 17-сі. Дәстүрлі жолдау осы күні жария болды. Бүгін біз студиямызда осы жолдауда түпнұсқасында тыңдаған азаматтарды жинап, жолдаудың мән маңызына тоқталуды жөн көрдік. Алдымен кіріспе бейне материалымызды тамашалап алайық. Дәл бүгін алынуы тиіс асулар айқындалып, мемлекеттің саяси бағыты межеленген сәт. Мақсат биік, міндеттер ауқымды. Себебі кезекті жолдаудың көздегені дүниежүзінде дамыған 30 елдің қатарына қосылудың нақты қадамдары. 30 елдің ішінде кіреміз деген бағдарлама жыл сайын осы бағдарлама арқылы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартатын болады деп сену керек. Біз қалған 35 жылды 7-5 жылдыққа бөлсек, 7-5 жылдықтың әр жылдың ішінде әрбір мақсатты орындап, халықтың әл-ауқатын жақсарта береміз. 2014 жылдың жолдауы ұлт саулығы, тіл мен дін, бәсекеге бейімділік сынды мемлекеттік мәселелер қамтылған маңызды құжат. Қазақстан 2050 стратегиясының қисынды жалғасы. Елбасы биыл басымдық берген бағыттар: экономика, білім мен ғылым, денсаулық сақтау мен сыртқы саяси бастамалар. До 50-го года заключены в конкретных индикативных цифрах. Нам надо 4,5 раза увеличить показатель объема ВВП на душу населения с 13 тысяч сегодняшних до 60 тысяч долларов. Казахстан станет страной преобладающей доли среднего класса. Ел президенті білім беру саласын дамыту мәселесіне терең тоқталды. Үш тұғырлы тіл саясатын жалғастыра отырып, педагогикалық институтты нығайту қажеттігін баса айтты. Оқулық жетіспеушілігін жойып, шәкіртақының 25%-ға ұлғайтылатынын жеткізді. Әлемдік бәсекеде қазақ елінің бағы жанып, бәйгенің алдында болу үшін ұлттың саулығы міндетті деді елбасы. Ол үшін медициналық сақтандыруды күшейтіп, дәрігер мен науқас арасындағы ынтымақты жауапкершілікті ұстану қажет. Сонымен қатар бұл саладағы қағазбастылықты жою үшін үкіметке нақты тапсырмалар мен жауапкершілік жүктеді. Я говорил, сколько бумаг крутится в Министерстве образования, здравоохранения. Посмотрите, уничтожьте все эти бумаги. За этими бумагами сидят люди, занимают кабинеты. Им нужен телефон, им нужна ручка. Еще их надо возить, еще и приемный секретаршу попросим. Давайте займемся. Аппарату правительства вместе с аппаратом президента надо над этим поработать. Бастысы жетістігін жалғасады. Ол үшін саяси тұрақтылықтың маңыздылығы ерекше. Бір жылдың беделі белестерін сипаттаған құнды құжат ел дамуының келесі көрсеткішіне бағыт-бағдар берері сөзсіз. Сонымен студиямызға алғашқы қонағымызды шақырайық. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Асима Бимендина. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Асима ханым. Жайғасыңыз. Енді жолдауда түпнұсқасында тыңдаушылар, депутаттар, шенеуніктер көбінде осы жолдауға қатысушылар қолдарына қалам қағаз алып түртіп жатады. Ол жолдаудың маңызды бағыттарын. Сіз не түртіп алдыңыз? Ең бірінші айтатыным бұл халық тосатын, ел тосатын құжаттың бірі деп айтуға болады. Орны біздің осы өмірде ерекше. Сондықтан ең бүгін үлкен идеяны мынау жастарға, біздің балаларға елбасы айтып кетті, бұл мәңгілік ел. Мәңгілік ел 2050 жылға дейін көптеген әрине мәңгілік елге жету үшін көптеген жоспарлар, тапсырмалар, бағдарламалар болады деп ойлаймын. Сондықтан ең негізгі мынау білім саласына деген елбасының көңілі ерекше. Балабақшадан тапсырмаларды айтып, проблемаларды айтып, мынау студенттерге дейін айтып кетті. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі жастарға деген, халыққа деген көп сондай керекті мәселелер көтеріліп, халықтың есінде қалатын жолдаудың бірі деп санаймын. Енді мектепке дейінгі тәрбие бағытында айтылған осы жолдаудағы маңызды бір дүние, ол 2020 жылға дейін 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың толығымен осы балабақшамен қамтамасыз етілу мәселесі. Осының мүмкіндіктері қазіргі уақытпен салыстырған кезде қандай? Бұның рычагтары, тетіктері қандай? Бұл сұрақтың ең бір жақсы қуанышы, балалардың саны көбейіп келе жатыр. Мынау енді Астана қаласы бойынша айтсақ, 2012 жылы 21.266 бала осы өмірге келіпті. Ал енді өткен жылдың 10 жылдың 9 айында
14 мыңнан астам бала. Сондықтан әрине бұл қуаныш бір жағынан, екінші жағынан 2-3 жасқа бала келгенде балабақшада ата-аналар орын сұрайды. Бұрын 40%-дай ата-аналар балаларын балабақшаға беретін. Қазір 100% ата-аналар балалар тәрбиені осы балабақшада көрсін деп жоспарлап отыр. Жақсы. Енді тағы бір маңызды дүние ол мына барлық қарапайым мектептердің деңгейін Назарбаев мектептері, зияткерлік мектептердің деңгейіне көтеру деген бір меже қойылды, иә? Енді біздің мектептердің потенциалы және осы бағытта біздің білім қызметкерлеріне қойылған жауапкершілік жүгі қандай? Ең бірінші, мынау ұстаздар барлығы өмір бойы білім алу керек деп айтты ғой елбасы. Сол мен ойлаймын, ұстаздарды әрине көптеген қазір курстар бар. Одан мынау министрліктің өзінің өрлеу арқылы бойынша жоспары бар, ұстаздарды оқытатын. Сондықтан соның барлығы қазір өзімізде мемлекетте бар жағдайды сол барлық ұстаздарға жеткізу керек деп ойлаймын. Жақсы, бәрекелді. Осы білім тақырыбын біз келесі студиямыздың қонағымен де ары қарай сабақтай түсейік. Ортамызға білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев мырзаны қошеметпен қосып алайық. Қош келдіңіз, Тахир мырза. Енді алғашқы кейіпкерімізбен мектепке және мектепке дейінгі тәрбие жөнінде осы жолдауда айтылған мәселелерді қозғасақ, сізбен енді жоғарғы оқу орындарына байланысты жалпы білім беру саласындағы мәселеге тоқталайық. Негізгі басым бағыттар ретінде қандай міндеттер қойылды жолдауда? Ең негізгі басым бағыт ретінде бүгінгі елбасының жолдауында ең үлкен мәселе, ең негізгі мәселе Қазақстан әлемдегі 30 бәсекеге қабілетті алдың қатарлы елдердің қатарына бару үшін біздің экономикамыздың, біздің өндірістің, біздің өнеркәсіптің, сонымен қоса мынау әлеуметтік жағдайлардың барлығының сол деңгейге дейін көтерудің мәселесі қойылды. Бұл жердегі ең үлкен мәселенің біреуі жоғарғы білім саласына келетін болсақ, ол жоғарғы оқу орындарының деңгейін жоғары көтеру, бәсекеліге қабілетті ету. Ол үшін бәсекеге қабілетті ету үшін бірнеше жолдар бар. Сол жолдардың біреуі ол автономия. Жоғарғы оқу орындардың бүгінгі таңда автономиясын, өзінің дербестігін көтеріп, соған байланысты өзінің мүмкіндігін арттыру. Сонымен қоса бұл жердегі бір үлкен мәселенің біреуі ол білім жетістіктері жоғары жастарға жақсы қолдау көрсету. Елбасының тапсырмасымен енді осы жолдауда айтылған мәселенің біреуі алдағы уақытта біздегі жоғарғы оқу орнында оқитын студенттердің стипендиясы 25%-ға өсетін болды. Қуанышпен қабыл алынған. Ол бір өте жақсы қуанышпен қабыл алынған нәрсе, себебі біздің жастарымыздың қазіргі әлеуметтік жағдайына бұл өте қатты жақсы әсер ететін болады. Тахир мырза, енді мына автономды жүйеге көшетін университеттер, жоғарғы оқу орындар, осы жүйеге дайындықтары қандай? Бізде енді Назарбаев мектебінің, Назарбаев университетінің мысалы бар, елімізде. Енді басқа университеттердің, ұлттық университеттердің осы жүйеге көшуіне қандай қадамдар жасалуы тиіс? Бір дайындықтар бар ма? Ең алдымен сіз дұрыс айтып отырсыз, бұл автономдық дербес оқу орнының негізгі жетістіктерінің көрсеткіші бізде Назарбаев университеті. Осы бірнеше жылдың ішінде әлемге әйгілі университеттің біреуіне айналып жатқан Назарбаев университетінің деңгейіне бару үшін, автономияны алу үшін дербестікті жоғарғы оқу орындарына көп нәрсе жасау керек. Біріншіден, олардың материалдық және лабораториялық базалары жоғары деңгейде болу керек. Сонымен қатар екіншіден, олардың профессорлары, оқытушылар құрамы да әлемдік деңгейде болу керек. Сонымен қатар оған қосымша студенттерді жақсы деңгейде болу керек. Бұл жерде айтатын болсақ, бүгінгі таңда біздің жоғарғы оқу орындарының мүмкіндіктері жақсы деп айтуға болады. Әлемнің үздік 800 университетінің ішінде біздің 9 университетіміз бар. Оның ішінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 299 орын алатын болса, Еуразия ұлттық университеті алғашқы 400 университеттің ішінде. Сол себепті осы мүмкіндіктерді пайдаланып, елбасының қойған тапсырмасымен осы жоғарғы оқу орындары алдағы уақытта автономиялық өзінің дербестігін алуға мүмкіндігі бар. Енді жалпы жұртшылыққа хабардар ету үшін атап өтейікші, қандай мәселеде жаңағы шәкіртақысы, жәрдемақысы немесе жалақысы өседі? Білім қызметкерлерінің. Ең негізгі мәселе біріншіден жаңағы сол шәкіртақысы ол 25%-ға өсетін болды. Одан кейін екінші, ендігі жылы 2015 жылы 1 маусымнан бастап
мынау азаматтық қызметкерлердің еңбек ақысын қайта қарап олар өсетін болды. Сол жерде білім саласындағы азаматтық қызметкерлер, мұғалімдердің еңбек ақысы орта есеппен 29%-ға өсетін болды. Бәрекелді. Жақсы, көп рахмет. Қуаныш мырза, енді биылғы осы бүгінгі жолдаудың осыған дейінгі жасалған жолдаулардан айырмашылық ретінде мәңгілік ел идеясының алға тартылуы, одан кейін патриоттық тәрбиеге байланысты актінің қабылдануы. Сіздің ұсынатын концепцияларыңыз бар шығар, өзіңіздің ойлап жүрген және біліммен байланысты ғой енді. Бұл елбасы бүгін бұны бірінші рет айтып отырған жоқ. Бірақ осындай тұжырымдама түрінде алғаш рет 20 жылдыққа арналған үлкен салтанатты жиналыста сол кезде мәңгілік ел идеясын жариялады. Ал жалпы ол мәңгілік ел болу үшін бүгінгі айтылған, жолдауында айтылған не істеу қажеттігі экономикалық тұрғыда, технологиялық тұрғыда, білім тұрғысында, оны жасайтын кім? Ол жасайтын халық. Оны жасайтын халықтың потенциалы, әрбір азаматтың мүмкіндігі. Ол азаматтың білімдік мүмкіндігі болмаса, білім дәрежесі болмаса, ол азамат дүние жүзіндегі технологиялық құбылыстарға қатынаса алмаса, ол азамат дүниежүзілік болып жатқан әртүрлі осы озық дәрежелерге өзінің үлесін қоса алмаса, не болмаса соған бәсекелестікке келе алмаса, ол қайтып мемлекет дәрежесінде жұмыс жасайды. Міне осы тұрғыдан мына халықтың өзінің мүмкіндігін пайдалануға айрықша бүгін екпін берілді. Адамдардың мүмкіндігін пайдалануға екпін берілді. Жас ұрпақтың екпіндігін пайдалануға мүмкіндік берілді. Және өзінің сөзінің соңында елбасы айтты, осының барлығы жастар үшін, болашақ үшін. Біз бүгін елбасы жаңа жариялаған 35 жылды алғанда 7-5 жылдықты атап өтті. Әрбір 5 жылдықтың өзінің міндеті бар. Әрбір бағыттың өзінің бағдарламалары жасалуы тиіс. Осыған бүгінгі күннен бастап, осы уақытқа дейін жасалып келе жатқан шаруа сол жалғасып отыр. Жасалған біздің заңдық кеңістігіміз, мемлекет тарапынан істелетін істер, сол арқылы халықтың мүмкіндігін қосу арқылы халықты біз өсіреміз. Халықты өсірген кезде сол халық мәңгілік ел болатын қабілеті болмақ. Нұрлан мырза, енді арнайы бүгінгі бағдарламамызға қатысып отырсыз ғой. Мына жолдауда айтылған тағы бір маңызды дүние, ол Алматы, Астана қалалары сияқты үлкен агломерацияларда Шымкентте және Ақтөбеде дамыту дүниесі көтерілді, осындай бір меже қойылды. Айтылғанда Ақтөбенің бір үлкен мегаполис атануы, сол өңірдегі халықтың потенциалын пайдалануға қаншалықты ықпалын тигізуі мүмкін? Бүгінгі жолдауда аталып өткендей, елбасымыз жергілікті атқарушы органдар, орталық атқарушы органдар, үкіметтің жалпы барлық қазақстандықтардың алдында еліміздің алдағы қарай қарыштап дамуы үшін қандай істер атқарылу керек және қай бағытпен жүру керек екенін атап өтті. Соның ішінде өзіңіз атап өткен агломерация мәселесі. Елімізде 4 қала Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе агломерация құрылады деп қабылданды, үкіметтің шешімі бар. Бұл нені білдіреді? Бұл еліміздің даму үшін жолдауда елбасымыз атағандай ғылым мен өндірістің, ғылым мен тәжірибенің ұштасып, бұны бүкіл Қазақстанға кең байтақ елімізге барлығын бірден ұйымдастыру мүмкін емес. Сондықтан осындай басым елді мекендерді жақсы дамып келе жатқан индустриалдық білім, басқа да потенциалы бар елді мекендерді, облыстарды дамыта отырып, сол жерге ғылымды шоғырландыра отырып, өндірісті дамыта отырып, білімді дамыта отырып, жағдай жасай отырып, сол жасалған істерді айналасында орналасқан облыстарға тарату жөніндегі мәселе бұл, агломерация мәселесі. Бұл істер расында да Ақтөбенің де Шымкенттің айналасында орналасқан әр облыс өзінің даму ерекшелігі бар. Бұл орналасуына байланысты, табиғи жағдайға байланысты, өзінің потенциалына байланысты. Сондықтан агломерация мәселесі шешілген уақытта бір облыстан айналасындағы облыстарға ұшқыннан жалын лаулайды деген сияқты ықпалы әсері болады. Агломерация орталығы дами отырып, басқа облыстарға оны да жақсартуға үлкен ықпал тигізетін сөзсіз.
Жақсы. Енді тағы бір мүмкін емес мәселе, қайсы бір елдің дамуында көлік магистралі аса маңызды. Бұл жолдауда да атап өтілді. Олай болса студиямызға келесі қонағымызды қошеметпен қосып шақырып алайық. Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрлігі автомобиль жолдар комитетінің басшысы, төрағасы Замир Сағынов мырза. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Замир мырза. Жайғасыңыз. Енді сіздер қолға алатын қандай межелер қойылды жолдауда? Жолдау осы министрлік үшін, автомобиль жолдар комитеті үшін қандай бір межелер міндеттеді? Көлік және коммуникация министрлігіне қатысты жолдауда үлкен міндеттер қойылды. Бұл осы көлік магистральдарды дамыту, үлкен магистральдарды. Өздеріңіз білесіздер, мына Батыс Европа, Батыс Қытай магистральдар дәлізі салынып жатыр. Одан ары қарай былтырғы жылы елбасының тапсырмасымен 3 магистральды дамыту бағытында жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл орталық оңтүстік, орталық батыс, орталық шығыс деген бағытында. Осы дәліздерді дамыту арқасында товарларды қозғалысын ұлғайту, оны шетелдерге шығару бағытында. Соның сыртында теміржол бағытында желісін дамыту. Бұл енді салынып жатқан Арқалық Шұбаркөл, осы ішкі өнімді тасу бағытында бұл Бейнеу Шалқар желісі, Жезқазған Сақсауыл желісі, осының бәрі жалпы осы шығарылып жатқан өнімді сыртқа шығу бағытындағы өз үлесін қосатын, осы экономика қосатын бағыттады. Екінші тағы да қойылған бір мәселе бұл логистиканы дамыту. Логистиканы дамыту, ішкі логистика, сосын шетелдерде логистикалық үлкен терминалдар салып, осы Ақтау портының мүмкіндіктерін пайдалану деген сияқты мәселе бар. Ақтау портының мүмкіндіктерін, Ляньюнган портында логистикалық үлкен терминал салып, сол арқылы товарды шетелдерге шығарып, елдің өнімін шетелге шығаруға үлкен көмегін үлесін қосу бағытында. Енді тапсырманың жүктелген міндеттері түсінікті, ал оның орындалу мүмкіндіктері қандай қазір енді? Мысалы, Ақтау портын дамытуда бір қадамдар жасай аламыз ба? Немесе ішкі логистикада, ішкі магистральдардың дамуында қандай бір жоспарлар бар? Қазір енді соңғы кезде жалпы көлік коммуникацияға беріліп жатқан қаражат, істеліп жатқан істер өте айқымды. Ол жаңа айтып кеткен ішкі логистиканы дамыту болатын болса, жаңа айтып кеткен темір жолға келетін болсақ, бұл жаңағы Арқалық Шұбаркөл, Жезқазған Сақсауыл, Бейнеу жаңағы Шалқар бағытында істеліп жатқан істер. Сыртқа шығатын болсақ, кезінде салған осы Алматы Қарғос арқылы шығатын желіс, Қытайға шығатын, Қытай Халық Республикасына шығатын, былтырғы іске қосылған бұл жаңағы Түркменстанға шығатын жол желістері, осының бәрі жалпы елдің өнімін сыртқа алып шығатын өзін үлесін қосады. Жақсы, бәрекелді, рахмет. Камал мырза, енді өзіңіз осы білім саласының сапасы жөнінде біршама мәселе көтеріп жүрсіз ғой. Осы жолдауда басымдылық өндірісті арттыру жағына берілген сияқты, бір қараған кезде. Мысалы, инновациялық индустрияландыру, гендік инженерия деген сияқты ғылым саласына қарай көбірек бір маңыз берілген. Осы тарапта біздің мүмкіндіктеріміз, іске асыру мүмкіндіктері қандай? Бізде ғалымдарымыз бар, ғылыми жұмыспен айналысып жатқан университеттеріміз, институттарымыз баршылық. Бірақ осы күнге дейін біз мынау ғылымымызбен өзіміздің экономикамыздың осы біріктіру проблемасын, және ол ғылым халыққа және әрбір Қазақстанның азаматына жұмыс істеу керек. Әрбір қазақстандық семья өзінің тұрмыс деңгейіне қарай, тұрмыстың сапасына қарай, жеген тамағына қарай біздің ғылымымыздың өзінің үлесін қосып жатқанын білу керек. Ол неден? Мұны бүгін елбасы өте жақсы мысал көрсетті. Мәселен, біздің ғалымдар кітап жазады, оны көп болса 5-6 осындай ғалым оқиды, одан ары кетпейді. Мұны мәселен 50 мың автокөлік дайындап жатырмыз, біздің ғылым соған бару керек. Біздің ғылым соның біріншіден бағасын төмендету үшін не істеу керек. Сол ресурспен 50 емес 60, мәселен 70 машина көлікті қалай шығару керек. Оның бағасын қалай төмендету керек. Оның сапасын қандай жоғарылату керек. Егер ол біздің шығарып жатқан өнім басқа салаларда да сапасы жоғары болса, бағасы төмен болса, ол экспортқа шығады, қазынаға көп ақша түседі. Ол мүгедектен бастап біздің мұғалімдеріміз бар, дәрігерлеріміз бар, тағы бүкіл ел, халық болып, сол ғалымдардың істеген іс-қимылын мәселен тікелей нәтижесін көреді.
Бізде өкінішке орай әлде болса да ғылым мына экономикамен бірге арпаласып қызмет істеп жатқан енді ғалым үшін жолдаудан кейін қандай бір мүмкіндіктер ашылуы мүмкін? Камал мырза негізінде мәселені дұрыс көтеріп отыр. Бүгінгі таңдағы бір ерекше қажетті де кішкене өзекті мәселе ол жаңағы ғылым мен өндірістің байланысы. Сол себепті бүгін елбасы мынау экономика ғылымға негізделген экономика болу үшін біріншіден ғылым даму керек, және одан кейін өзінің үлесін экономикаға өндіріске қосу керек деп айтты. Сол себепті әрине бұл жердегі үлкен мүмкіндіктер бар. Бүгінгі таңда оны біз ары қарата пайдалануға тырысамыз. Ең біріншіден ол әрине мынау кәсіпкерлермен байланыс және біздің индустриямен байланыс. Сол себепті қазір осы арнайы форсайт деген зерттеулер жасағанбыз. Соның нәтижесін қазір біз индустрияға және кәсіпкерлерге айтып, содан кейін соған қарап ары қарата біз қай салада, қай жерде бірге жұмыс істей аламыз және қандай жаңа жобалар жасай аламыз, соларды талқылап, осы бағытта жұмыс істейміз деген жоспарды қазір бастаймыз, жасап жатырмыз. Жақсы. Осылар осы жұмыстың нәтижесі нақты бүгінгі ғалымдардың ісін тікелей өндіріске әкелетін бір үлкен тізбектің басы болады деп ойлаймын. Жақсы, бәрекелді. Елсияр мырза, енді Қазақстанның әлеуметтік мемлекет екендігі сол ретінде жауапкершілік алғаны үнемі жолдауда болсын, мемлекеттің бағдарламасында басты назарда аударылып отырады. Енді осының ішінде әлеуметтік жағдайы жоқ азаматтар немесе мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғаммен араласу дейтін сияқты бағыттар осы жолдауда да көтерілді. Елбасымыз әрқашанда өзінің жолдауында осы спорт саласын, мен спортпен айналысу керек, салауатты өмір салтын қалыптастыру қажеттігін айтады. Осы жолда мынау алға қойған 2050 жылға үлкен мақсатты орындау үшін елімізде дені сау, денсаулығы мықты азамат болу керек. Сол үшін ең бірінші сол спортпен айналысып, өз денсаулығын ойлап, сол үшін жағдай жасау қажеттігін айтылды. Ал енді жаңағы айтылған денсаулық шектеулі азаматтарды оларға ерекше көңіл бөлу керектігін, бүкіл халық болып, ел болып, сол жағдай жасап, сол азаматтарға бәр жағдай жасау үшін, мен ойлаймын, сол спорттың да өзінің үлесі бар. Сол спортшылар, менің ойымша, біздің халықаралық деңгейде жақсы нәтиже көрсетіп, елімізді сол жеңістерімен қазақ елін танытып, әлде де сол бүкіл дүниеге осы экономист мықты, спорты да мықты, ел екенін танытуға үлкен әлде жұмыстар атқаруымыз қажет. Бәрекелді. Жабал мырза, енді елбасы осы халық ассамблеясымен Қазақстан 2050 жалпыұлттық қоғамына бірлесіп, осы мәңгілік ел аталатын актін әзірлеуді ұсынды. Енді Елсияр мырза атап өтіп отыр, оның негізгінде спортшылардың жетістігі осы патриотизмді арттыруға жатуы тиіс деген сияқты. Сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Мұнда қалай көтереміз патриотизмді? Елбасы осы жаңағы жолдауында мәңгілік ел болудың мәңгілік мүддесін атап көрсетті. Елдің алдына, халқымыздың алдына, мемлекеттің алдына нақтылы міндеттер қойылды. Мәңгілік ел болу мәселесі бүгінгі біздің бүкіл идеологиялық, саяси, экономикалық жұмысымыздың негізгі басты тақырыбына, алтын арқауына айналу керек. Осы мәңгілік ел болу мәселесі жаңағы халықтар ассамблеясы бар, басқа да саяси партиялар бар, қоғамдық ұйымдар бар. Осылардың бәрі осы төңіректе жұмыстар жүргізу керек. Біз мәңгілік ел болу мәселесін бүгінгі күні тек қана жиналыстарда ғана айтып қоймай, бұл әрбір шаңырақтың өзі, әрбір әкенің, әрбір атаның, әрбір әженің өзінің ұрпағына айтып отыратын әңгімесі болу керек. Оны шын айтқанда біз бүгінгі жас ұрпақтың құлағына, санасына сіңіруіміз керек. Содан кейін елбасы